Сәлем ұстаз, бүгінгі ұстаз медитациясына қош келдің. Дайынсың ба? Ендеше біз бастаймыз. Ұстаз, бір сәт өзіңді ойла. Денеңді босат, көзіңді жұм. Жоспар, сынып, мектеп, бағалау, мұның бәрін ұмыт. Неге деймісің? Өйткені сен әуелі адамсың. Сенде жүрек, ақыл, қайрат бар. Сен ұрпақ жолында қызмет етіп жүрсің. Сенің еңбегің, маңдай терің, бәрі әлемге белгілі. Сенде ешкімде жоқ күш бар. Өйткені сен балаларды сүйесің. Бірақ сен әуелі өз ішіңдегі баланы ойла. Ол нені қалайды? Ол еркіндікті, жарқын көңілді, мейірімді қалайды. Өзіңді түсін, сүй және қабылда. Мейлі, бәрібір, есеп, нәтиже, мұның ешбір мәні, маңызы, мағынасы жоқ. Бұл жай өмір. Жанталаспа. Өмірді жай сүр. Өйткені сенің кәсібің онсыз да ұлы іс. Қысылма. Ойыңды анық айт. Ісің мен сөзің бір болсын. Өз-өзіңе қарсы шықпа. Әлем сенімен бірге. Қорықпа, сенімді бол, адал бол, өз жүрегіңді таза ұста. Кім не десе де сен бәрінен дарасың. Бұл дүниеде берілген ғұмырыңды сүй. Сол ғұмырды ақ жолмен жүріп өт. Сөздерге мән берме, өйткені сен тұлғасың. Сен адамсың, сыртқы әлем, ондағы факторлар саған өз зиянын тигізбесін. Әр сәтті сезіне біл. Өмірден қалағаныңды ал. Жай ғана бақытты бол. Ал шаршадың ба? Онда демал. Қиналмаңыз. Өйткені бәрі өткінші.